Ол өзінің бала жанын баптайтын бағбан болатынын бала кезінде білген жоқ. Бірақ бәрі де сол Отиярдың оты көкейіне шоқ тастаған шағын ауылдан басталып еді. Қарт Тарбағатай тауларының Отияр атты оты мол жерінде жарық дүние есігін ашып, ару аягөздің тұнық суын ішіп, жұпар ауасын жұтқан Толымбек Әбдірайым балалық шағы бұлтсыз болыпты. Сол бір кеңес кезеңінің баласына тән алаңсыз күндерді бастан кешіп, уайымсыз уақыттың ұрпағы болғаны анық. Бәлкім, кейін қолына қалам ұстамасқа қақысы жоқ күндер оның ой санасын тербеген сәтте балалар өмірі баурап ала жөнелетіні де содан шығар. Кейінірек Отияр ауылы бір жолада жабылып, ел Қарағаш кеңшарына көшті. Иен жұртта жалғыз ғана кейуана кемпір қалды. Сол ғана Отияр ошағының отын өшірмей отырды. Ол бірақ басқа әңгіме. Төкең Оралу атты повесінде Отиярдағы сол бір жападан жалғыз қалып, ел көшіп кеткен сары жұртта ғұмыр кешкен кейуанаға қайтып оралады. Балалық шақта көңілдеген көк дөнен ғой, әнші болсам деп армандады. Жап-жақсы дауысы да бар. Мектеп сахнасына жиі шығып, әнде шырқайтын. Бірақ сөзге, әдебиетке, жазуға деген құштарлық жеңіп кете берді. Неге? Өзі де түсінбейтін. Сол жылдары қазақ балаларының бәрі әрбір санын асыға тосатын, әрбір санынан рухани азық алып, керегін іздейтін Балдырған журналына ел аузынан алған небәрі 2 жолдан тұратын жұмбағы жарияланды. Бір қазанның ішінде 2 түрлі сүт тұрар. Жауабы жұмыртқа. Балдырған осылайша бұған бедел әкелді. Толымбек пендешілік өмір талқысын тәрк етіп, өзінің балалық таза болмысын сақтап қалған жан. Сондықтан да баланың ойымен, сәбидің сезімімен, аңқауда адал балалық тілмен шығарма жазады. Оның әр шығармасынан абзал бала кейіпкер аңқылдап алдыңнан шығып отырады. Содан болар әдебиетіміздің ақсақалы Әбіш Кекілбай тарихтан әр батырдың әр шайқасының жай-жапсарын бажайлай баяндағаны сияқты, әр кейіпкердің, әр туындысының да егжей-тегжейіне емірене өңіле білгені лазым екен деген Толымбек шығармасы туралы толғанысында терең мән бар. Көрнекті ғалым Серік Негимов Толымбек әсілі аз жазса да саз жазады, еш уақытта асықпайды. Балаларға арналған әңгімелері оймақтай, оюлы, сырлы, мағыналы һәм мазмұнды. Балалардың жанын керемет түсінеді. Кәдімгі Ыбырай Алтынсариннің алақандай әңгімелері бар ғой, сол сияқты. Ал Алтынсаринның бір әңгімесі бір романның жүгін көтеріп тұрса, Толымбек те осы ұлы дәстүрді ары қарай жалғастырған деп ой түйеді. Толымбектің Ұлжанның жеңісі дейтін шағын әңгімесі бар. Бастауыш сыныпта оқып жүрген Ұлжанға көршісі болып келетін, бірақ қазақ сыныбында оқитын құрбысы Тұрсынгүл, мен бүгін сенімен қайтпаймын дейді, үйге қайтпайтынын білдіріп. Сөйтсе, қазақ сыныбындағы құрбысы тәуелсіздік мерекесіне арнап қойылатын концертке дайындалады екен. Ұлжан да қатысқысы келеді. Сонда Ләзиза деген қыз, болмайды. Біз тек қазақ тіліндегі әндерді орындаймыз. Ал сенің қазақшаң нашар. Өзің қазақ бола тұрып, орыс сыныбында оқисың деп бетіне басып, кесіп айтады. Жыларман боп намыстанып үйіне жеткен Ұлжан әке-шешесіне келіп, мен бәрібір қазақ сыныбына ауысамын деп, орыс сыныбына берген ата-анасын ұялтып, ақыры комиссия құрғызып, қазақша сыныпқа ауысып, мерекелік кеште тәуелсіздік туралы Өтепберген Ақыпбековтың тәуелсіздік бақ туы атты өлеңін тақылдатып жатқа соғады. Төкең осындай бала сезімі ықыласына дөп тиетін, үлкендер қателігін сәбидің кіршіксіз сезімі арқылы, сәби психологиясы арқылы ашатын ғибратты әңгімелер жазады.
Екі достың ерлігі атты әңгімесінде көшеде маскүнем сияқты болып жатқан адамға үлкендер жанашырлық танытпай, жиіркеніп, жай келсе маскүнемге аптапта не, аязда не, бәрібір ғой деп тілдеп өтіп жатады. Сонда екі бала қасына барып, оның маскүнем емес, ауырып жатқан адам екенін аңдап, жедел жәрдем шақырып, ауру адамды емханаға салып жібереді. Мұндай тәрбиелік мәні мол, ғибратқа толы әңгімелерге Толымбек қоржыны толы. Ормандағы оқиға. Жанат пен Қанат көрші тұрады. Екеуі де бір сыныпта оқиды. Қашан көрсеңіз де жұбы жазылмай жүргені. Екеуі де табиғатты жанындай сүйеді. Ауыл шетінде қалың орман бар. Көбінесе қарағай мен ақ қайыңдар. Мұнда келген достар жырғап қалады. Орман ішінің ауасы саф, таза. Құстар ән салады. Бұтадан бұтаға секірген кішкентай сүйкімді ақшыл тиіндер бастапқыда балалардан үркетін. Қорқыңқырап биік тал басына шығып кететін. Екі бала қалталарына салып нан, болмаса шемішке алып келеді. Әкелгендерін айдақыр жерге шашып, алыстан қарап бақылап отырады. Жан-жағына жалтақ-жалтақ қараған, құйрығы ұзын, құйтақандай тиін бір басып, екі басып, жердегі нан қоқымына жақындайды. Ешкімнің жоқтығына, тиіспейтіндігіне көзі жеткен соң, тинәмдай аузымен жей бастайды. Жылдам-жылдам нәпақасын жеп, тауысқан соң, қарағай басына өрмелеп шығып кетеді. Бала жанының білгірі болған жазушы, интеллектуал оқырман үлкендерге арналған шығармаларда жазып келеді. Бұл салада да автор өз қолтаңбасын танытып келе жатқан айқын. Оқырман қауым Төкеңнің таным көкжиегіне бұл шығармаларында жаңаша көзбен, соны санамен өңілеріне сенім мол. Оның хат, апат, ұшқалақ әңгімелері де тақырып сондылығы мен кейіпкер тағдырларының күрделілігі мен көзге шалынады.